Сәлем достар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз while циклі. Цикл дегеніміз бізге белгілі бір әрекетті қайталау үшін қажет. Мысалға, мен экранға бірден бастап 10-ға дейінгі сандарды шығаруым керек. Ол үшін мен не істеймін? Мен аламда print деймін да. Print 1, print 2 деп осылай 10-ға дейін жазып шығамын. Ал енді мен бірден бастап 100-ге дейін экранға шығару керек болса мен не істеймін? Бұл өте ұзақ әрі қиын болар еді. Бұл жағдайда маған цикл көмекке келеді. Ол былай жазылады. Алдымен санап отыратын айнымалы ашамыз. Ол айнымалымыз бізде бірден басталсын. While дейміз, яғни әзірге айымыз кіші немесе тең 10-ға болса дейміз. 10-ға болса, онда экранға айды шығар. Print ай. Және айды бірге арттыруымыз қажет. Оны былай да жазсақ болады. Ай тең ай қосылған 1 деп. Және екінші вариантын қазір көрсетемін сіздерге. Осын қосып көрейік. Мінеки, 1-ден бастап 10-ға дейінгі сандарды 1-ден шығарып бере салды. Мына ай қосылған 1 дегенімізді қысқартып былай жазсақ та болады. Ай қосу тең болады 1. Міне, дәл сондай жауап. Бұл қалай жұмыс істейді енді? Ай деген айнымалыға біз алдымен 1-ді жаздық, иә? 1 мұнда келеді. 1-ді салыстырады. 1 кіші ме 10-нан? Иә, олай болса 1-ді экранға шығар дедік. Және 1-ге 1-ді қос. Ай енді бізде 2-ге тең. 2 кіші ме 10-нан? 10-ы да шығар. 2-ге 1-ді қос 3 болды. Осылай жалғаса береді, осылай айнала береді. Енді ай 10-ға жеткен кезде, ол салыстырады қайтадан. Ай 10-ға тең бе? Иә, онда 10-ды экранға шығарды. Одан кейін 10-ға 1-ді қосты. 11 10-нан кіші де емес, тең де емес. Сол кезде цикл бізде аяқталады. Мына жерге былай деп жазсақ болады. Әйтпесе print бітті деп. Мінеки. Әйтпесе деп жазбасаңыз да болады. Бұлай да шыға береді. Міне. Енді бұны өмірде мынандай бір мысалмен келтірсек болады. Мысалға сіз өзіңіз дәмді бір манты жеп отырмын деп ойлаңыз, иә? Сіз не істейсіз? Сіз аласыз да бір мантыны алып, аузыңызға салып жейсіз. Жедіңіз, салыстырасыз, қарным тойды ма дейсіз? Жоқ, олай болса, қайтадан бір манты жейсіз. Тағы салыстырасыз. Қарным тойды ма? Жоқ, онда қайтадан манты жеймін. Осылай қарныңыз тойғанша айналдыра бересіз. Қарныңыз тойған кезде циклдан шыға саласыз. Енді біз 1-ден бастап 10-ға дейінгі сандардың ішіндегі тек қана жұп сандарды экранға шығарайық. Ол үшін мына жерге айымыз бізде бәрі дайын тұр. Тек қана жазамыз. Ол үшін біз мына жерге жазамыз. Егер енді мына ай деген айнымалымыздың жұп екендігін тексеретін шарт жазуымыз керек. Егер айымыз 2-ге қалдықсыз бөлінетін болса, айды 2-ге бөлгендегі қалдық 0-ге тең болса, онда осы айды экранға шығар дейміз. Шегіністерді сақтауды ұмытпаңыз, бұл if-тің шегінісі, ал мынау болса while-дың ішінде орындалады. Қосып көрейік енді. Міне, тек қана жұп сандарды экранға шығарып берді. Енді 1-ден бастап 5-ге дейінгі сандардың қосындысын тауып көрейік. Ол үшін мына циклымыз бізде 5-ге дейін болады. Аны өше салайық. Біз енді қосындыны санап отыратын айнымалы ашамыз. Ол айнымалымыз 0-ге тең болсын. S қосу тең болады ай деп жазамыз. Және экранға S-ті шығарайық. Қосып көрейік. 15 деп шығарып берді.
Бұл қалай жұмыс істеп тұр? Алдымен біздің айымыз 1-ге тең. Ай 1-ге тең. S болса 0-ге айды қосты, яғни 0-ге 1-ді қосты. Ол да 1-ге тең. Айға 1-ді қосты. Ол енді 2-ге тең болды. Ай 2-ге тең. S-те бізде 1 тұр. 1-ге 2-ні қосады. Сол кезде ол 3-ге тең болады. 3-ге тең. Ай 3-ге тең болған кезде 3-ге 3-ті қосамыз 6. 4 келді айға. 6-ға 4-ті қосамыз 10. 5 келді және 10-ға, яғни айда бізде 5 тұр, S-та 10 тұр. Екеуін қоссақ, S-іміз бізге енді 15-ке тең болды. Нәтижеміз мінекей 15. Ал енді біз шексіз цикл жасап көрейік. Мыналарды өшіре салайын, S-тарда. S-ті өшіреміз. Мына жерге print Python деп жазсам да болады. Және шексіз цикл жасау үшін мынаны өшіріп тастаймыз. Мінекей Python деп бізде көрсете береді. Бұны тоқтату үшін Ctrl-C деген батырмаларды бірге бассаңыз жеткілікті. Ctrl-C басамыз. Интерапт жасаймыз. Енді шексіз циклдың айнымалыны ашпай-ақ жасауымызға болады. Бұл шарттың нәтижесі ақиқат болғандықтан тек қана true деп жазасаң жеткілікті. Мінекей шексіз цикл тағы пайда болды. Тоқтатамыз. Ал енді мынандай мысал шығарайық. Қолданушы 5 деген батырманы баспайынша программа қайта-қайта сан енгізуін сұрай беру қажет. Тағы да шексіз циклымыз тұра берсін. Бір айнымалы ашып қояйық мына жерге x деген. X-ті қолданушы енгізсін. Input арқылы сұраймыз сан енгіз. Енді x-іміз тең болса 5-ке, онда циклдан шығып кетті, яғни break болады. Break дегеніміз мына циклды үзіп жібер деген сөз ғой. Мына жаққа бір сөз жаза салайық. Print сөз қосайық. Сан енгіз 1, 2, 3, 4, 5 сөз бітті. Яғни қолданушы 5 деген санды енгізіп қалып еді, бірден циклды бітіре салуда. Ал енді сізге үй тапсырмасы. Бірден бастап 100-ге дейінгі сандардың аралығындағы тек қана тақ сандарды экранға шығаруыңыз қажет. Екінші тапсырма. Бірден бастап 10-ға дейінгі сандардың қосындысын табуыңыз керек. Егер бүгінгі сабақ ұнаған болса, лайк басып, сұрақтарыңызды, түсінбеген жерлеріңізді комментарийге жазыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.